Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қайта өрлеу немесе Ренессанс деп аталатын өнер дәуірі адамзат мәдениеттің тарихына данышпандардың дәуірі ретінде енді. Ғылым мен өнердің керемет өрлеуі алдымен Италияда, содан кейін Еуропаның басқа елдерінде болды. Бұл даңқты уақыттың шыңы Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти және Рафаэль Санти сияқты данышпандардың шығармашылығы болды. Біз бүгін сіздермен Рафаэльдің Құдай атты туындыларының бірі туралы сөйлесетін боламыз. Суретші және сәулетші Рафаэль Санти Флоренцияға жақын Урбино қаласында дүниеге келген. Сантидің өмірбаяншылары оның көзі тірісінде оның жаулары болмаған және көптеген жанкүйерлер оның соңынан өріп жүргенін айтады. Үйлесімді тұлға бола отырып, суретші өз өнерінде де толық үйлесімділік пен кемелдікке жетуге тырысты. Қайта өрлеу дәуірінің, данышпанының, шығармашылық жолының басталуы Ренессанс дәуірінің бесігі атанған қала Флоренциямен байланысты болды. Дәл осы жерде ол керемет портрет суретшісі және Мадонна мен бала бейнесін салушы ретінде өзінің алғашқы атағын алды. Жанкүйерлік табандылық пен Юли мәңгілік қаланың өшіп қалған осы уақытқа дейін даңқы мен ұлылығын қалпына келтіруге тырысты. Ал бұл үшін оның ойынша Римді мәдениет пен өнердің орталығына айналдыру қажет болды. Дәл осы мақсатта ол суретшілерді, сәулетшілерді, мүсіншілерді жұмысқа шақырып, өз сарайына Италияның ең жақсы өнер күштерін тартады. Юлий II билігі кезінде Ватиканның орталығында орналасқан әулие Петр ғибадатханасында үлкен қайта құру басталды. Ол Рим папасының жоспары бойынша әлемнің басты католик шіркеуі болу керек еді. Флоренциядан Юлий шақыртқан көрнекті сәулетші және суретші Рафаэльдің досы және жерлесі Донато Браменто бас шіркеу жобасын жасаған. Ол Ватикан басшысының назарын жас суретші Рафаэльге аударды және Юлий II оны мәңгілік қалаға шақырды. Суретшінің мүмкіндіктерін сынап, Юлий II өзінің данышпан адаммен байланыс орнатқанын түсінді және Рафаэльге ауқымды көркем туындыға тапсырыс берді. Шеберге папаның Ватиканда станция итальян тілінде станса бөлме деп аталатын жеке бөлмелерін безендіріп бояу бұйырды. Рафаэль көмекшілермен және шәкірттермен бірге сюжеттер мен бейнелерде әртүрлі философиялық идеяларды бейнелейтін керемет фрескалар мен 4 бөлмелі станцияларды безендірді. Олы Рафаэль салған Ватикан станцияларының ең әйгілісі станция делла Синьятура болып саналады. Безендіріп бояуға тапсырыс берген Рим папасы Юлий II үшін бұл бөлмелердің ең маңыздысы болды. Сондықтан мұнда жұмыс бірінші кезекте жүргізілді. Бөлменің атауы қол қою бөлмесі деп аударылады. Мүмкін осы жерде папа трибуналының отырыстары өтіп, әртүрлі жарлықтар мен құжаттарға қол қойылған. Залдың қабырғалары адамның рухани қызметіне арналған фрескалармен безендірілген. Әділеттілік фресканың тақырыбы даналық, ұстамдылық және күш, дау, теология идеясын бейнелейді. Парнас поэзия, кеңірек өнер деген мен осы қабырғалардың ішіндегі ең әйгілісі философия мен ғылымға арналған фреска Афина мектебі болды. Суретшінің бұл композициясы Ренессанс өнеріндегі гуманистік идеялардың салтанат құруының және олардың ежелгі мәдениет пен терең байланысының ең жарқын дәлелдерінің бірі болып табылды. Қайта өрлеу дәуірінің ұлы данышпандары өмір сүрген тұста антикалық мәдениет, әсіресе ежелгі Греция мәдениеті үлгі даусыз мұрат саналғанын еске саламын. Адамзаттың ұлы ақыл ойлары өмір сүріп, жұмыс жасаған уақыт философтар мен ғалымдардың барлығы дерлік ежелгі Афина тұрғындары болды. Рафаэль жасаған фресканың аты осыдан шыққан. Дәуірдің данышпаны салынып жатқан әулие Петр шіркеуін еске түсіретін керемет сәулет құрылымы бейнеленген шатырдың астында ежелгі әйгілі философтар мен ғалымдар әңгімелер, пікірталастар өткізеді. Олардың кейбіреулері ойға түсіп, ал басқалары әріптестерімен және оқушыларымен өздерінің теориялары мен ойларымен бөліседі. Барлығы абырой мен ұлылыққа толы. Суреттің орталық фигуралары Платон мен Аристотель. Олардың қимылдарында екі негізгі философиялық тұжырымдама тұспалы көрінеді. Идеализм, аспанға саусағын шошайтып тұрған Платон, және материализм, алақанын жерге қарай қаратқан Аристотель. Платон мен Аристотель композициядағы орталық орнымен ғана емес, бейненің маңыздылығымен де осы жинақтың рухани ошағына айналды. Олардың қалпы жүріс тұрысынан шын мәнінде патшалық салтанат сезілді.
сезіледі. Олардың жүздерінде біз ұлы ойдың мөрін көреміз. Бұл фресканың ең идеалды және маңызды бейнелері Платонның сол жағында ақиқат әңгіме мен пікірталас кезінде ашылады деп үйреткен философ Сократ тұр. Оның аудиториямен сөйлесіп жатқаны көрсетіледі. Олардың арасында сауыт пен дулыға киген жас Алкивиад ерекшеленеді. Ол ежелгі Афинадағы маңызды мемлекет қайраткері, көрнекті шешен және әскери қолбасшы болды. Ғибадатхананың баспалдақтарындағы қайыршы сияқты отырған циник мектебінің негізін қалаушысы Диоген отыр. Ол адамдардың материалдық жайлылыққа деген құштарлығы жек көретіндігімен танымал, сондықтан оның жеке үйі болмаған. Ол көшеде немесе бөшкеде ұйықтаған. Фресканың жоғары оң жағында орналасқан стоциум философиясының уағыздаушысы Зенонның бейнесі өзінің мәнерлілігі мен керемет, оның қаралау плашқа оралған мүсіні мен басқа кейіпкерлерден де ара қашықтық сақтап тұрғаны оның рухани жалғыздық сезімін жеткізеді. Төменгі жақтағы алдыңғы қатарда симметриялы түрде орналасқан екі топ. Сол жақта шәкірттердің ортасында тізерлеп қолына кітап ұстап отырған Пифагор, ұлы математик, философ, музыкант және спортшы. Оң жақта да шәкірттерінің ортасында икемді, әдемі жас жігіттер қоршаған Евклид, ғылымы мен ретінде геометрияны жаратушы, төменен кейіп еденде жатқан тақтайға циркуль мен сызба сызды. Бұл топтың оң жағында Зороастр, мистик және пайғамбар, Птоломей де тәжде ғалам мен жердің құрылымы туралы ой жүгірткен ғалым. Олардың әрқайсысы қолына шар ұстап тұр. Алдыңғы қатарда орталықтан сәл солға қарай диалектиканы ашқан философ Гераклит Эфискийдің терең ойға шомып отырғаны бейнеленген. Ол өз заманында мұңды немесе қараңғы деген атпен белгілі болған. Кейбір басқа философтар мен ғалымдардың келбеті өмірлік белгілермен көбірек ерекшеленеді. Оның үстіне ежелгі философтар мен ғалымдарды бейнелей отырып, Рафаэл оларға өзінің ең лайықты замандастарына ұқсас портретті сыйлаған болуы мүмкін. Мысалы, Платон бейнесінде суретші өзі жақсы білетін және құрметтеген өз дәуірінің кемеңгері Леонардо да Винчидің ерекшеліктерін бейнелеген деп саналады. Шәкірттерінің ортасында төменен кейіп еденде жатқан тақтайға циркуль мен сызба сызып жатқан геометрияны жаратушы Евклидтің бейнесін суретші өзінің досы мен туысы болып келетін сәулетші Брамантеден алған. Жерлесіне, ұстазына, әріптесіне деген құрметтің белгісі ретінде осы кейіпкердің көйлегінің ойынан суретшінің алтын әріптерімен жазылған RVSM деген қолтаңбасын көруге болады. Баспалдақта жалғыз отырған Гераклит сол дәуірдің тағы бір данышпанына ұқсайды. Ол өзінің ауыр мінезімен және үлкен дене күшімен ерекшеленетін Микеланджело Буонаротти. Айтпақшы, Рафаэл бұл бейнені ең соңында аяқталған фресканы жазған. Сөйтіп сол кезде Ватиканда Систен капелласының суреттерінде жұмыс істеп жүрген өзінің қарсылас әріптесіне құрмет білдірді. Оң жаққа өте жақын астрономдар тобында сіз автопортрет бойынша бізге бұрыннан таныс кескіндеме авторының бейнесін көре аласыз. Қара береттегі қара көзді және қара шашты жас жігіт. Ол өзін атақты ежелгі грек суретшісі Апеллес ретінде таныстырды. Назар аударсаңыз, кейіпкерлердің әр тобын өз бетінше қарастыруға болады. Алайда суретші өз жұмысында өзара қарым-қатынасты және кейіпкерлердің мінезін көрсете білгендіктен, олар ішкі эмоционалды түрде бір-бірімен байланысты. Бірақ кейіпкерлердің жеке суреті қаншалықты мәнерлі болғанымен, Рафаэль осы фрескада жоғары рухани құндылықтары Афин мектебіне тән етіп түсіре алған. Кескіндеменің әрбір бөлшектері осы әсерді күшейтеді. Мысалы, ежелгі ойшылдар қарсы тұрған айбынды сәулет өнері адамның ақыл ойы мен қолының әрекеті оның жоғарғы шығармашылық ойының жүзеге асуы ретінде қабылданады. Афина мектебінің кейіпкерлері ерекше ішкі белсенділігі мен рухани күш-қуатымен ерекшеленеді. Көрерменді бүкіл әлемді қамтитын адам санасының бөлінбейтін қуатын сезіну баурап алады. Афина мектебіндегі жеке бейнелер мен топтардың экспрессивтілігі, эмоционалдық орталықтары, композициялық құралдар арқылы күшейтіледі. Ал бұл жерде сәулет өнері үлкен рөл атқарады. Шексіз кеңістікті тереңдігіне кіретін аркалар шебер ажыратылады. Сонымен бірге бір тұтас барлық жеке тұлғалар мен адамдар тобына шебер
шеңбер біріктіріледі. Осылайша Платон мен Аристотельдің артқы жағында бейнеленгеніне қарамастан, сахнаның көптеген басқа қатысушыларының арасында Рафаэль сәулет тоғаларының ең алысы тек осы екі фигураны қамтитындығына байланысты олардың нақты бөлуіне қол жеткізді. Бірақ одан да маңыздысы екеуі де бір орында тұрмай, алға қарай тікелей көрерменге қарай жылжи отырып бейнеленген. Олардың салтанатты жүрісі, құдіретті сәулеттік көпшілік пен доға тәрізді аралықтардың қозғалысымен ажырамас байланыста болғандай, фресканың негізгі кейіпкерлеріне композицияның мағыналық орталығының қызметін береді. Тереңнен басталған қозғалыс кеңдігі мен аяқталуы фресканың жартылай шеңберлі, жақтауының күшті арка тәрізді жабуымен тоқтатылады. Барлық кейіпкерлерді ежелгі дәуірдің ұлы ойшылдарын біріктіреді. Рафаэльдің даңқы Ватикандағы фрескаларды жасағаннан кейін өзінің шарықтау шегіне жетеді. Суретші 1520 жылы 6 сәуірде 37 жасында күтпеген жерден қайтыс болады. Ол ежелгі Рим пантеонында үлкен құрметпен жерленеді. Мұнда бүгінгі күнге дейін қайта өрлеу дәуірінің шығармашылығы мен талантының жанкүйерлері оны еске алу үшін жиналады. Бүгінгі тақырыбым бойынша сіздерге бірнеше сұрағым бар. Бірінші сұрақ: Рафаэльдің Афина мектебі фрескасында кімдер бейнеленген? Екінші сұрағым: Платон бейнесін өзің қай замандасының бейнесімен салған? Үшінші сұрағым: Рафаэльдің Афина мектебі фрескасы қай жерде орналасқан?